Ғайбат еткен кісісі қайтыс болса, ғайбаттың өтемі қалай болмақ? Ассаламалейкум. Ғайбаттаған кісі қайтыс болып кетсе, ол кісіден кешірім сұрау мүмкін болмайды. Оның есебі қияметке қала ма? Бір кісіні ғайбаттағаныңды, яғни оның ғайбат екенін білмей, кешірім сұрамаған болсаң, оның да есебі қияметте шешіле ме? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біреуді жамандап, оның артынан ғайбат айту өте үлкен күнә. Құран кәрімде ғайбат айтудың дін бауырының етін жеумен бірдей деп сипаттаған. Ғайбаттың өтемі ғайбаттаған адам үшін Аллах Тағаладан жарылқау тілеп, намаздарында оған жақсы дұғаларда болуы. Шынында жақсылықтар жамандықтарды кетіреді делінген аятта. Ендігі жерде ғайбат еткен кісі қайтыс болып кетсе, оның өтемі қалай болмақ? Алдымен Аллах Тағаладан кешірім тілеп, кейін марқұм үшін Құдайдан жарылқау сұрап, оның о дүниедегі жағдай үшін дұға тілекте болғаны жақсы. Жақсылықтар жамандықтарды жояды. Мысалы, Құран бағыштап тұрса болады, немесе шамасына қарай 5-10 тиын садақа берсе де артықтық етпейді. Марқұмның артынан жақсы дұғаларда болуы, оның артынан жасаған ғайбаттың өтем болады деген үміт бар. Аллах Тағала баршамызға тауфиқ бергей. Ғайбат сөйлеу, іштей іріп шеру. Ғайбат адамдардың сауаптарын жоюды лап етіп, бірақ жалмайтын өрттің сумаңдаған тілінен де жылдам. Ғайбаттың сөздік мағынасы біреудің сыртынан жағымсыз, жарамсақ сөз айту. Демек, бір адамның бойындағы кемшіліктердің басқа біреуге оның сыртынан айтылуына ғайбат делінеді. Пайғамбарымыз ғайбаттың не екенін ұқтыру үшін айналасындағылардан ғайбаттың не екенін білесіңдер ме деп сұрайды. Олар Алла мен оның елшісі жақсы біледі деген сөзді аузына салады. Сонда пайғамбарымыз араларыңыздағы біреуіңіздің ұнамайтын сөздермен өз бауыры жайлы сыртынан айтуы дегенде, егер ол айтқандарымыз оның бойында бар болса, бұл да ғайбат бола ма дейді бір кісі топ ішінен. Сол кезде жамандықты жан дүниесімен жақтырмайтын аса сезімтал пайғамбарымыз, егер айтқандарың оның бойында расында да бар болатын болса, онда ғайбаттаған боласың. Егер ол сипаттар оның бойында жоқ болатын болса, онда оған жала жапқан боласың деп, қалай болғанда да тілді ғайбаттан сақтау керектігін ұқтырған болатын. Демек, ғайбатталған адам сол жерде болып, өзі жайлы айтылғандарды құлағымен естісе, ренжитіндей сыртынан айтылған сөздер. Егер ол айтқандары дұрыс болған күннің өзінде де, ол ғайбат болып саналады. Ал егер айтылған нәрселер оның бойында болмаса, әрі ғайбат, әрі жала болып, күнә үстіне күнә жамалмақ. Ислам діні жеке адам құқығына ерекше мән бергендіктен, оның ар-намысын қорғауға басты назар аударған. Ар-намыс жеке тұлға кісілігінің негізгі тірегі, ал ғайбаттау жеке адам құқығына қол сұққанмен бірдей. Сондықтан да бүкіл болмыс ішінен адам баласын халифа етіп таңдаған Аллах Тағала мұсылмандардың тілін достық пен бауырмашылықты, адами жақсы қатынастарды бұзатын пәлекет ғайбаттан сақтау үшін Хужурат сүресінің 12-ші аятында былай деген: бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар. Сендердің араларыңнан біреу өлген бауырының етін жегенді ұната ма? Иә, бұдан тіксіндіңдер. Олай болса, Алладан қорқыңдар деу арқылы оның қаншалықты жеркенішті күнә екенін бір-ақ ауыз сөзбен тұжырымдайды. Әлбетте, адамның өз бауырының етін жеуге қалайша әдеті барады. Әрі бұл жерде өліп қалған бауырың деу арқылы адамды одан бетер тіксіндіре түседі. Ақыл есі дұрыс. Туыстық мейірімі сенбеген бір адамның адами, қоғамдық, әрі мәдени тұрғыдан зиянды. Сонымен қатар, жеркенішті мұндай істі жасауы мүмкін емес. Аятта одан тіксіндіңіз деу арқылы адам табиғатының бұл істен жеркенетінін білдіріп тұр. Олай болса, Алладан қорқыңдар деу арқылы Алланың тыйым салған жамандығынан бойды аулақ ұстап, жасаған күнәларымыз үшін тәубе етуге шақырады. Тағы бір аятта Аллах Тағала былай дейді: көзің жетпей тұрып көңіл аударма, өйткені құлақ, көз, көңіл бұлардың бәрі көргеніне, естігеніне жауапты деу арқылы біреу жайлы нақты мәліметке ие болмайынша, ол жайлы жаман ойламауға шақырады. Басқа біреу жайлы жаман ойлаудың өзі ғайбаттың жасырын түрі болып табылады. Бұл суизан, яғни араб тілінен аударған мағынасы жаман ойлау деп аталады. Тілмен жамандау харам естілгендей, жүрекпен де жаман ойлауға тыйым салынған. Құранда Аллах Тағала: ей, иман келтіргендер, күмәннің көбінен сақтаныңдар, өйткені күмәннің кейбірі күнә деп бізге жалпы жаман ойламауға бұйырды. Өйткені жаман ой тек жүректе ғана қалып қоймай,
ақиқатқа жеткісі келіп тіміскіленіп тұрады. Алла тағала тіміскілеп сыр іздемеңдер деу арқылы басқа мұсылмандардың қателер мен күнәләрін іздеуге құлшыныс танытпауға шақырады. Адамға келген жаман ой жүректегі сүйіспеншілікті өшіріп дұшпандыққа айналдырады. Міне, сондықтан осы аятта ғайбаттау, суизан, яғни жаман ойлауға және тырнақ астынан кіріздеуге үзілді-кесілді тыйым салынған. Пайғамбарымыз көптеген хадистерінде қоғамдық өмірімізге зиянын тигізіп, адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынастарға балта шабатын, әрі ақыреттік өмірімізде ауыр азапқа душар ететін ғайбаттан аулақ болу керектігін үнемі бетінің есіне салып отырған. Адамдарды пенделіктен арылтып, кемелдікке бастау үшін жіберілген ислам діні қоғамдық өмірдегі бірліктің берекесін қашырар жаман мінездерден ұзақ болуды насихаттайды. Ислам дінінің бұған қаншалықты мән берген жете түсіну үшін пайғамбарымыздың бұл мәселеде айтқан ескертулері мен тыйымдарына назар аударғанда жөн. Хазірет Әнәс былай дейді: пайғамбарымыз бір күні ауыз бекітуімізді әмір етіп, рұқсат етілмейінше ешкім оразасын ашпасын деді. Кеш қараңғылығы түскен кезде пайғамбарымыз алдына келгендерге ауыздарын ашуға рұқсат берді. Осы кезде бір кісі келіп: "Уа Аллахтың елшісі, екі жас қыз ораза ұстап қатты шаршады. Сіздің алдыңызға келуге ұялады білем. Қарсы болмасаңыз, оразаларын ашсын" деген кезде пайғамбарымыз рұқсат бермей қояды. Әлгі кісі тағы екі мәрте пайғамбардың алдына келеді. Ақырында пайғамбарымыз: "Олар ораза ұстаған жоқ. Күні бойы адамның етін жегендердің ауыздары қалай берік болады? Оларға айт, ораза тұтқан болса, асқазандағысын сыртқа ақтарсын, көрейік" дейді. Әлгі кісі пайғамбарымыздың айтқандарын жеткізеді. Олар пайғамбарымыздың айтқанын орындайды. Пайғамбарымыздың айтқаны айдай келіп, әлгілер қан лоқсиды. Жаңағы кісі пайғамбарымызға келіп, жағдайды баяндаған кезде, "Шыбын жанымды құдіретті уысында ұстаған Аллаға ант етейін. Егер құспай бұл қан асқазандарында қалғанда, оларды жаһаннамның оты жұтар еді" деді. Екінші бір риуаятта әлгі кісі екінші рет келіп: "О Алланың елшісі, шыдамдары таусылып, аштықтан бұратылып тұр" дейді. Пайғамбарымыз оларды әкелгізіп, біреуіне "Қане, лоқсы" дейді. Ол қан аралас ірің лоқсиды. Тіпті ыдыс толып кетті. Екіншісі де дәл солай. Осыдан кейін пайғамбарымыз: "Бұлар халал жолмен ораза ұстады, бірақ адамдардың етін жеу арқылы харам жеді" деген екен. Міне, жаңағы Хужумрат сүресінің 12-ші аятында айтылғандай, ғайбаттың адам етін жеумен бірдей жеркенішті екенін пайғамбарымыз үмбеттеріне осылай үйреткен болатын. Айша анамыздың айтуынша, бір күні өзі біреу жайында сөз еткен екен. Пайғамбарымыз оған "Түкір" дейді. Хазірет Айша түкірген кезде аузынан бір түйір ет түскен. Әбу Хурайраның жеткізген бір хадисінде пайғамбарымыз: "Кімде-кім дүниеде мұсылман бауырының етін жесе, яғни ғайбаттап өсектесе, қиямет күнінде ол адамның еті оған ұсынылып, оның өлі етін же. Өйткені сен тірі кезіңде оның етін жегенсің" делінеді. Пайғамбарымыз осыны айтқаннан кейін, "Сендердің араларынан біреу өлген бауырының етін жегенді ұната ма?" деп Хужурат сүресінің 12-ші аятын оқыған екен. Пайғамбарымыз: "Аллах тағала бір мұсылманға екінші мұсылманның қанын, малын және ар-намысын харам қылды" дейді. Яғни, бұл жерде заттық зияннан өзге сөз арқылы біреудің ар-намысына тиіп, көңіліне қаяу түсіретін әрекеттердің де харам етілгені айтылған. Басқа бір хадисінде пайғамбарымыз пайыздың, яғни рибаның ең жаманы нақақ мұсылманның ар-намысына тиіп ренжету дейді. Бұл жерде біреудің ар-намысына тиіп ренжету де ғайбаттың бір түріне жатады. Ғайбаттың соншалықты ауыр күнә болуының астарында адамға мал-мүліктен гөрі ар-намыстың қымбат болуы жатыр. Ислам діні адам баласына басты мән беріп, оны бүкіл жаратылыс атаулыдан ардақты қылған. Пайғамбарымыздың ғайбатты пайызбен теңеуінде де терең мән бар. Өйткені дінімізде пайызды қосым ең көп датталған. Одан бойды аулақ ұстау керектігіне басты назар аударылған ауыр күнәлердің бірі. Құранда пайыз жеген адамдардың қиямет күнінде қабірлерінен шайтан соққан адамдардың есеңгіреп орындарынан тұрғандай көтерілетіндері. Пайызды адал санағандарды Алла тағала жақсы көрмейтіндігі айтылады. Олай болса, жаңағы хадисте ғайбаттың бұл жеркенішті күнәден де ауыр болатыны баяндалып тұр. Исламда ғайбаттың сөз тасып, жылы жауып өсек айтудың да датталу себебі қоғамдық өмірдегі бірлік пен берекетті, адамдардың арасындағы жылылықты жоятындығында жатыр. Тән жарасынан көрі жан жарасының жазылуы қиын екен. Пайғамбарымыз ғайбат зинадан да ауыр күнә деген кезінде қасындағылар қалайша уа Расулаллах деп сұрайды. Пайғамбарымыз
Кісі зина жасайды, сосын тәубесіне келеді. Оны Аллах тағала кешіреді. Ғайбат жасаушы жамандаған адам кешірмейінше кешірілмейді дейді. Сондықтан адамның жүрегін жаралап, рухына дақ салатын ғайбат кісінің жеке құқығына қол сұғуға жататындықтан, оны тек ғайбатталған адам ғана кешіре алады. Құл ақысын Аллах тағала емес, тек құлдың өзі кешіреді. Пайғамбарымыз сондықтан да кісінің бүкіл жақсы амалдарын тып-типыл ететін ғайбат сөздерден әркез сақ болуды ескертеді. Құлақтан кірген суық сөз көңілге барып мұз болар демекші, біреудің сыртынан айтылған сөздер жүрегімізге жара салып, жаман сезімнің, өшпенділіктің туына жол ашады. Қайсы бір мұсылманның Алла тағаланың құзырына, өз бауырына деген жағымсыз немесе реніш тоймен атануы әрине бұл жақсылықтың нышаны емес. Сондықтан да адамзатқа ұстаз етіп жіберілген пайғамбарымыз ешкім сахабаларым жайлы жанға жағымсыз сөз айтпасын. Өйткені мен алдарыңа ішімде ешқандай жаман сезім шыққым келеді деген. Әрине, пайғамбарымыздың осындай даналық тұжырымдары біздер үшін де үлгі. Тырнақ астынан кіріздеп, басқа біреудің кемшіліктерін тізбектеп отыруда адамды ғайбатқа жетелейді. Сондықтан да Аллах тағала бір-бірлерінің күнәлеріңді тіміскілеп іздемеңдер десе, пайғамбарымыз: ей, тілмен иман келдіріп, жүректермен сенбегендер, мұсылмандардың сыртынан сөз айтып, кемшіліктер мен күнәлерін тізбелемеңдер. Кімде-кім мұсылмандардың құпия халдерін іздесе, Аллах тағала да оның күнәлерін ашады. Тіпті үйінде тығылып отырған күннің өзінде де оны жұртқа масқара қылады деп ескертті. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Пенде болған соң адамның күнә жасауы мүмкін. Біздің міндетіміз діндес бауырларымыздың күнәсін барынша жасырып, жария етпей, қайта оның сол кемшіліктер мен күнәлерден арылу үшін қол ұшын созып, тілекші болу. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.